Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өмірінде бір-ақ рет қажылық жасады. Екінші, үшінші қажылық барлық мазхабтар бойынша нәпіл болып есептеледі. Нәпіл деген жасалса сауап бар, жасалмаса ешқандай күнәсі жоқ. Енді қажылықты қайта-қайта жасау мәселесі бойынша ғалымдардың арасында не бар? Пәтуалар бар. Асыл болған халықтың жағдайына қарау дейді ғалымдар. Ахмад ибн Хамбал айтады: мен дейді бір сол мал мүлікті бір кедейдің асқазанына салуым дейді нәпіл қажылықты жасаудан артық. Егер еліңде кедейлер болса, егер еліңде мұқтаждар болса, қайта қажылыққа барудан сол мұқтаждың жағдайын жасау абзалырақ. Бұл Ахмад ибн Хамбалдың, біздің мазхабтың, тіпті мен сізге айтайын, сол елдің бас муфтиі. Оны да постында жаздым. Абдул-Азиз ибн Баз деген муфтиі болды Сауд Арабияның. Сол кісі айтады: елдегі жағдайға қарау керек. Еліңізде фақыр, мұқтаж, жоқтар болып тұрса, екінші рет қажылық жасауын көре солардың жағдайын жасаңдар деген. Ол артығырақ сауап тұрғысынан. Көрдіңіз ба? Бірінші, ол тура пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да нұсқауы болды. Екінші, умраға қатысты. Умраны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірнеше рет жасаған. Оған рұқсат бар. Ондай үлкен қаражатты талап етпейді. 4 рет жасалды деген риуаят бар. Дегенмен қажылықта бір рет бару асыл. Бұл негіз болып есептеледі. Егер жағдайымыз өте мықты болып, елімізде мұқтаж жан болмаса, ауырып жатып, отаға ақша жинап жатқан біреулер болмаса, осындай мұқтаж жандар болмаса, әрине бара берсін. Ол кезде қандай проблема